Моншаның сіз білмейтін пайдалары. Монша ең бірінші біздің миымыз, жүйке жүйеміз 24/7 десек те болады, жауапкершілікті алып жұмыс атқарады. Кей кезде ашуланған кездерде, уайымдаған кездердің бәрінде біздің кортизолымыз көбірек бөлініп, бұлшық еттерімізді құрыстырып тастайды. Сол құрысқан бұлшық етті босаңсытатын, яғни релаксацияға әкелетін ол монша. Яғни орыстар біледі. Сол монша сіздің бұлшық еттеріңіздің босаңсуына, демалуына, тынығуына мүмкіндік береді. Бұл ең бірінші пайдасы. Екінші, біздің терімізде тері асты май бездері бар. Яғни ол май бездері майды бөлу арқылы сырттан түскен инфекцияны сол майлар арқылы, яғни шаң тозаңды майлап ұстап, дененің беткі қабатында ұстап, ішке кіргізбеу, барьерлік қорғаныстық қабілет атқарады. Бірақ оны аптасында бір рет жақсылап, босаңсытып, тазалап тұрмаса, ол пораларды бітеп тастап, біздің іштегі тер арқылы шығу керек отходтарымыз шыға алмай қалады. Яғни біздің эпителиеміз, терінің беткі қабатының қабыршығы жаңарып отырады. Соны жаңартып түсіру үшін бағанағы май бездерінен бөлінген май, сырттан келген шаң, сол отходтарды бір тазалау үшін пораларымызды тазартуға керек. Келесі, ол біздің лимфамызды іске қосуға. Лимфа біздің қан тамырлары секілді бастан аяқ тоже орналасқан. Ол, яғни қоректік заттардың бара алмаған бөлігін өзімен тасымалдап, және қалған қалдықтарды өзімен ағзаның әрбір түкпірінен жинап, пылесостап, өзіне алып апаратын орган. Бірақ кей жағдайда біз аяқтан тұрып ұзақ жұмыс жасағанда, ұйықтамай кеш жатқанда, кеш тамақ ішкен кездерде ол сол бір органдарда қалып қояды. Ал моншаға бару арқылы лимфаның ағысын жылдамдатып, қуыс-қуыста қалған отходтарды терлеу арқылы шығаруға көмектеседі. Тері арқылы детоксикация қызметін атқарады. Негізі біздің теріміздің аумағы өте үлкен. Көп токсинді ағзадан шығара аламыз. Міне, тазару процесіне үлкен үлесі бар. Тағы да бір үлесі, яғни сіз моншаға бару арқылы, тер арқылы ағзамыздағы стресстің гормонын шығарады. Бұл кортизол деген гормон. Өкінішке орай кортизол көп болып кеткен кезде ол инсулинді бөледі. Инсулин көп болған кезде ол ағзада суды ұстайды, сонымен ісік болып, салмағымыз көбейіп, азалмай қиналып жүреміз. Және де ең жаманы, кортизол көбейіп кеткен кезде терлік аурулар, буын аурулары, немесе гинекологиялық тағы аурулар көбейеді. Және ең қауіптісі, психикамыз бұзылып кетеді. Яғни ашулансақ өзімізді ұстай алмайтын, ашуланған кезде ұрып қоятындай, немесе біреуге зиян беріп қоятындай деңгейге дейін түсіп кетуіміз мүмкін. Сол үшін бұл кортизолды, яғни жүріп терлеуден бөлек моншаға бару арқылы термен шығаруға өте үлкен мүмкіндік. Мінекей, сіз білмейтін моншаның пайдаларымен бөлістік. Орыстар аптасында 2 рет, немесе міндетті түрде 1 рет баруға тырысады, немесе әрбірінің үйінде монша болады, арнайы моншаға барып жатады. Яғни оларда бір традиция. Сол секілді бізде де бұл традицияға айналуы керек. Я, біз орыс емес, біз дегенмен де бұл біздің қазақтың ауырмай, сапалы өмір сүруіне таптырмас қарапайым үй жағдайында жасауға болатын мүмкіндігі. Бұл сіздің қымбат препаратыңызбен салыстырғанда 90% эффект беретін табиғи қарапайым методика. Пайдаларыңызға жарасын.